Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар? Бүгін екінші сабақ негізгі ұғымдар мен амалдар меншіктеу операторы. Біздер алдыңғы сабақта Python бағдарламасын қондырған болатынбыз. Енді бүгінгі сол қондырған бағдарламамыздың жұмыс жасайтын боламыз Python бағдарламасымен. Бірінші ideal'ды тереміз. Алдарыңызда көріп отырғандай, менде екі Python бағдарламасы қондырылған. Сол себепті жақында қондырылған 3.9 нұсқасын ашамын. Алдарыңызда көріп отырғандай, бұл shell, ideal shell, яғни қазақша аударғанда қабықша деген мағынаны білдіреді. Бұл көбіне консоль деп те айтады. Бұл ideal shell'дің негізгі мақсаты, мына көріп отырғаныңыз алдағы негізгі нәтижені көрсетуші. Мысалы, 2 көбейту 2. Бұл көбейту белгісін білдіреді, яғни 2 санның көбейтіндісі. Нәтижені бірден шығарып алуға керекті консоль. Интерактивті калькулятор дейміз ба. 12 мысалы қосу 5 нәтижені көрсетіп отырады. Тағы бізде екі жұлдызшаны салатын болсақ, бұл дәрежені білдіреді. 5-тің екінші дәрежесі 25. 2-нің 5-ші дәрежесі бізде неше? 32. Енді екінші бізде тағы да дәрежені көрсету бізде былай жүреді. Мысалы, 2-нің 5-ші дәрежесі пол жақша ішінде 2/5 деп көрсетсек, яғни 2-нің 5-ші дәрежесі дегенді білдіреді. Қосу, алу, азайту, көбейту, енді бізде бөлу. Егерде бізде бір ғана слэш несін салатын болсақ, онда бізге нақты 10-ды 3-ке бөлгенде нақты несін көрсетеді. Ал егерде 10-ды бөлгенде 3-ке қалдығын тапқымыз келсе, онда пайыздық қалдығын табатын болсақ, біздер пайызды алып, бұл қалдығын табады. Яғни 10-ның ішінде 3 саны неше рет кездеседі. Қалдығы 1 болады деген мағынаны білдіреді. Ал енді 10-ның егерде бүтін бөлігін алатын болсақ, біз 2 сызықша саламыз да, басқанда, яғни 10-ның ішінде неше рет 3 рет кездеседі. Міне мәнін осылай шығаруға болады. Ал енді басқа да математикалық көптеген логикалық жаңағы логарифм, синус, косинус, тангенс дегендерді алдағы уақытта үйренетін боламыз. Тағы да біздер бір мысал ретінде айтып кетейін. Мына бізде импорт деп неге жазып отыр? Бұл импорт деп біздер match деп математикалық библиотеканы мен қазір шақырып жатырмын. Import match деп жазсақ, міне осылай match нүкте қойып square деген төбір астынан табатын болсақ, егерде square 16 десек, 16-ның төбір астында шыққан мәні 4 деп шығып беріп тұр. Осылай міне жасауға болады. Бұл енді жай ғана нәтижені бірден экранға көру үшін біз болса ideal shell консолін қолданамыз. Ал негізгі кодты біздер файл, new file деп бассақ, біздің негізгі код жазатын редакторымыз шығады. Бұл жерде бастапқы A-ны теңесек 10-ға, B-ны теңесек 3-ке. Осы жерде print деген функцияны қолданамыз. Бұл экранға шығаратын міндет. Бұның атқаратын міндеті, бұл функцияның print деген экранға мәнді шығарып отырады. Енді мен A бөлінген 3
тағы да принтті бірнеше рет жазсам болады. Принттен бірнеше жазсам, міне сол мәнді шығарады. Мысалы, бірінші бізде бүтін бөлім, одан кейін қалдығын шығару үшін экранға осылай жіберемін. Енді жібергенде бізде run модульді бірінші таңдаймыз. Немесе F5-ті басамыз, бізден сұрайды сақтаңыз дейді. Осы жазған кодымызды біздер сақтаймыз. Мысалы, example 1 деп сақтайды. Не көрсетуі болады, рабочий столға тест алу үшін рабочий столға сақтап алсақ болады. Енді жұмыс біздің мәніміз мұнда шықты. Бүтін бөлігі мен қалдығы, көріп отырғанымыздай. Жақсы. Python бағдарламасында жалпы тіліне бүгінгі кіріспе екінші сабақтың арифметикалық өрнектер түсіндік. Python тілінде қосу амалы, айырмасы, көбейту, бөлу, сосын бүтін бөлігін алу, бөлігінің қалдығын алу, одан кейін дәрежесін, сосын мына жерде абсолют модулін алу. Бұл жерде мысалы бізде мына жерде модуліміз мысалы алатын болсақ, білеміз ғой, модулін 7 деп алатын болсақ, бізге нәтиже шығарады, 7 деген нәтиже шығарады. Дөңгелектеу, сосын мына жерде үтірден кейінгі дөңгелектеу жүреді, сосын мына жерде дәреженің екінші көрсетіп кеткендей. Бұны енді программада іске асырып көресіңдер. Жақсы, мысалға ретінде қазір көрсетіп өтейін. Мысалы, мына жерде раунд алатын болсақ, абсолют шаманы қазір мысалы -10 деп алдық. Осы жерде барынша қысқа жазуға үйрену керек. Мысалы, мына жерде ABS жақша ішінде A десек, бізге мәнді шығарып береді. Сақтадық. Бізге мәнді 10 деген мәнді шығарып береді. Негізгі арифметикалық өрнектерді түсіндіріп жатырмын. Мына жерде раундты дөңгелектеуді қалай жүреді. Көріп отырғанымыздай, мысалы, нақты сан берілген жағдайда алдына біздер раунд деп жазамыз. Жазған уақытта әрбір жазған кодымызды сақтап отыруымыз керек. Бізге 11-ге дөңгелектеп берді. Ал егер де мынандай ұзын болатын болса, мына жерде мысалы мына санның үшке дейінгі соңғы нүктеден кейінгі 3 санын шығарып бер деген мағынаны білдіреді мұнда. Жақсы. Келесі бізде Python бағдарламасында ең қысқа максималды, минималды мәндерді табу өте ыңғайлы. Мынағанды қазір сіздерге мысал ретінде көрсетіп кетейін. Біз қазір компьютерге қондырған Python бағдарламасымен жұмыс жасап жатыр. Қазір енді онлайн түрде де интернеттен, браузерден тікелей мынандай нені жасақ болады. Replit деген бар. Тағы да қосымша интернеттен іздеп қарасаңыздар, онлайн компилятор деп. Онлайн компилятор десеңіздер, бірнеше түрлері шығады. Бұның ішінде маған ыңғайлысы жаңағы Replit. Енді
бірнеше санның қосындысын табу үшін мына жерде сіздерге көрсетейін дегенім ғой. ана жерде онлайн түрде де жұмыс жасауға болады, және де компьютерде де жұмыс жасауға болады. Print сум деген бірнеше санның қосындысын табатын болсақ. Енді қысқаша қазір мен сіздерге түсіндіріп өтем. Кодты қысқаша жазып үйренуге тырысайық. Мына жерде сум деген бұл оператордың қызметі бірнеше сандардың қосындысын табатын. Ал map деген ол қосымша барлығын бір жолда тізбектеп шығару үшін қолданатын. Осы mapті көбіне қолданады. Енді int деген бүтін дегенді білдіреді. Одан кейін input деп жазамыз. Input деген енгізу функциясы. Input'тан кейін нүкте қоямыз. Split деп жазамыз. Жақшалардың 1, 2, 3 жақша салынды. Мұнда мына нүктеден дұрыс алып кеттік. Енді осы бірнеше санның, мысалы 45, 48, 20 неше сан болса да сонша санның қосындысын шығаратын суммен анықтасақ болады. Осы берілген бірнеше санның қосындысы 212-ге тең екен. Ал егерде бізге максималды сан табу үшін, максималды бірнеше берілген максималды санды табу үшін тек қана мына жерді өзгертеміз. Max деп жазамыз. Сонда басқаннан кейін бізде мысалы 5, 6, 9, 10, 12, 18, 20 деген санды берсек, ең максималды сан бізде 20 дегенді шығарып береді.